Қазақстанда әкелер үшін бірнеше аптаға декреттік демалыс берілуі мүмкін. Қоғамдық даму институты әке квотасын енгізуді ұсынып отыр. Бұл бастама әкелердің бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлуіне ықпал етеді, дейді сарапшылар. Мұндай ұсынысты мемлекет қолдай ма? Бірнеше аптаға декреттік демалысқа шығуға азаматтардың көзқарасы қандай? Алмас Толықбаев 2 қыз 1 ұл тәрбиелеп отырған әке. Жеке кәсіпкерлікпен айналысатын ол балаларын мектептен бөлек түрлі үйірмелерге апарып үлгереді екен. Ал кешкісін олармен ойнап та, сабағына да көңіл бөлуге уақыт табады. Жаңа бастамадан хабардар Алмас әке квотасын мемлекеттік дәрежеде қолдау керек деген ойда. Әр әке бала-шағасына көңіл бөлу қажет. Сондықтан жұмыс берушілер де әкелер декретін қолдап, әкелер квотасын толығымен қолдауы керек. Себебі әкелердің тәрбиесі балалар үшін өте маңызды. Бастаманы көтерген қоғамдық даму институты әке квотасын енгізу мүмкіндігі бүгінгі заман қажеттілік деп есептейді. Ер азаматтардың бала тәрбиесіне араласуға көбіне мүмкіндігі жоқ. Жұмысын істеп, күйттеген көп әке баласымен шүйіркелесіп отыруға уақыт таппайтыны жасырын емес. Ұл қызы әкеден алыстамас үшін декреттік демалыс керек, дейді институт өкілдері.